Күн күрт суытқалы аяздан зардап шеккендер саны артып келеді. Республика бойынша 200-ден астам адам үсік шалып дәрігер көмегіне жүгінген. Оның 70-і ауруханаға жатқызылыпты. Ал суықтың беті қайтар емес. Керісінше күн сайын салқындап желдің жылдамдығы күшеюде. Қызылорда, Ақтөбе, оңтүстік Қазақстанда дауылды ескерту жарияланса, Қарағанды, Ақмола, Павлодар, солтүстік және шығыс Қазақстанда температура -45-тен түспей тұр. Ал Алматы облысында бірнеше жылдан бері алғашқы рет сабақ тоқтатылды. Мамандар бұл тек басы дейді. Аяздың көкесі аптасы соңында сезіледі екен. Қытымыр қыстың әлегін толығырақ Асыл Махмет тарқатсын. Солтүстік мұзды мұхиттан асып келген суық антициклон Қазақстанды әбден әбігерге салды. Ауа температурасы күрт төмендеп, еліміздің түкпір-түкпірінде аяздан зардап шеккендер артқан. Денсаулық сақтау министрлігі 223 адамды үсік шалды деп ресми мәлімет таратты. Оның 73-і ауруханаға жатқызылған екен. Тұрғындары ең көп зардап шеккен Қарағанды облысы 87 адам, оның 15-і емханаға жатқызылды. Шығыс Қазақстанда 54 адамды үсік шалыпты, 27-сінің жағдайы ауыр. Павлодарда 26, Астанада 20 адам дәрігер көмегіне жүгінсе, 11-і төсек тартқан. Ақмола, Қостанайда 9-дан, Атырау, Батыс Қазақстанда 5 адамнан жаурап қалыпты. Зардап шеккендер солтүстік Қазақстан, Қызылорда, Алматы және Жамбыл облысында да бар. Суықтан тіпті алыс жолға шығатын қоғамдық көліктер кейінге шегеріліп, адамдар жолдарынан қалып жатыр. Ал Алматыда төтенше жағдай қызметкерлері тұрғындарды тауға шықпауға шақырып, бекеттерде ескерту парақшаларын таратып жүр. Биіктеген сайын температура төмендей береді деген құтқарушылар қар көшкіні жүру қаупін де жоққа шығармады. Бірақ мамандардың ескертуін елеп жатқандар шамалы. В связи с понижением температураның төмендеуіне байланысты тауға қазір мүлдем шықпаған дұрыс, өте қауіпті. Қардың астында үсіп қалуыңыз мүмкін. Алайда біздің дабылға мән бермей кететіндер бар. Экстремалдар табиғатты қат сүйетіндерге ауа райы қалыпқа келгенше шыдай тұрыңдар дейміз. Солтүстіктегі сабақтардың жаппай тоқтатылуы Алматы облысына да жетті. Жетісу өңірінде бірнеше жылда алғаш рет бүгін 1-ші және 4-ші сынып аралығындағы оқушылар сабаққа жіберілген жоқ. Бұл аймақта температура -27-ге жеткен. Ал желдің жылдамдығы кей жерлерде секундына 30 метрден асып кетіпті. Алдымыздағы 3 күнде Қазақстан суық антициклонның ықпалында болады. Сонымен байланысты аязды күндер сақталады. Тек еліміздің батысында Иран және Қара теңізден келетін жылы ауа массаларына байланысты ауаның температурасы климаттық нормадан 3-5 градусқа жоғары болады. Ал еліміздің орталық, солтүстік және шығыс өңірлерінде температура -45 градустан түспей тұр. Күндіздің өзінде термометр 32-ні көрсетуде. Бұл тек аяздың басы деген мамандар. Ең суық ауа райы аптаның аяғында тіркеледі деп отыр. Бірақ қыстың қаһары бұнымен бітпек емес. Келесі аптаның басында сәл жылынып, кейін қайта қысуы әбден мүмкін. Асыл Махмет, Жақсылық Тілепберген, КТК, Алматы.